Шашадан қар жауапты. Жерді не әпті? Алакай, сыныққан сынау, аңға шығамыз, ура! Тонып қалдым. Қандай жас? Қоқандаған, дікендеген ешкім жоқ. Өншен суылдақтан бөліне көшкенім дұрыс болды. Рахат, кен дала, ең қамыз, абайыпше, ат қайда, түйе қайда. Құдай кедейікті маңдайыңа жазған. Анша тамнан қалғаны бір келе түйе, кер жорға ат еді, оның өзін сәскеде сұрадың. Қандай зор бұл қапшағайдың қамысы. Менің малым құмда өрген киік, қырда жортқан құлан ғой бәйбіше. Қасқыр жоқ сияқты ғой бұл өнерде. Ой Алла, жаңа жұртқа қонғанда тым құрса алыстан бөрені естілуші еді. Тып-тыныш. Сауысқанның сарқылының өзі құлақ жарады. Елегезіп бір түрлі болып ұйықтай алмадым. Мен үйден шыққанда кер жорға мойнын созып оқыранып тұр еді. Бәрі жас, өте дұрыс болды, қайрылмай тартып кеткенім. Өзім бей, өзім қожа. Атам көрмеген қорлыққа мен неге көнем? Атам көрмеген ноқтаға неге мен бассам? Дұрыс, бәрі дұрыс. Қайдам, төңірек түгел қамыз. Тоғайдан қалың. Жалғыздық қиын саған. Биылғы қысты өткерейік. Жасшыға жалайырған ағашларыма барам. 40 серкешімді алам. Сонан соң саған серік болатын оймақ ауыз қиғашқас. Қалай дәлгі? Сүйенбай ақын айтатын жолда. Естір нақсылу. Алысты іздеп қайтесің төрем. Осы меңіреушінен қалың бермей-ақ табамыз. Осы үйді бір қу жоқ тура олдап жүрген сияқты болады да тұрады. Тырнақ құрғалы болшам бұл өнерден. Ой, бұл қорқытпашы. Қане құлыншақ тұра ғой. Опа, тұрдық. Жылы қыстау жоқ, үйрену керек. Қазір қырғауылға шығамыз. Атан өлсе сойылар, атан өлсе қойылар. Бірақ мұндай қансонар маған қайдан табылар деген кім? Ақылды адам, аңшы, яғни дүниедегі ең батыл, ең адал адам. Көке, қырғауылды қалай аламыз? Мен атқа, сен апан екеуін түйеге мінесіңдер. Барамыз, өзеннен алысырақ, қамыстан, тоғайдан аулағырақ жерге барамыз. Семіздіктен шайлап жатқан дуадақты жыпырылған қырғауыл. Дуадақтай әрі. Дырр етіп шығады. Өзі қызыл, құйрығы ұзын. Мен соңынан тұра шабам. Қырғауыл таслақтырым жерге барып, қарға алып жалп ете қонады. Мен қамшыммен бір-ақ тартам. Қашайын десе, қарға малтығып жүгіре алмайды. Алда жалда қашып үлгерсе, онда тіпті оңай, жақын жерге түседі. Егер де жыңғылдың ортасына қонса ше? Егер жыңғылдың ортасына қонса, онда екіншісін сұрамыз. Құс көп, іленнің екі өнері толған құс. Содан соң біріншісін қағып түрген соң, екіншісін сұрамыз. Мен тоңған жоқпын, үй жылы. Жылы. Ішінен қос қабаттап киіз тұтылған. Кеше көрдің ғой, іргелерін көміп, сыртына неше қабат қамыс тартып тастағанымды. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жөні ұзын екен. Құлыншақ, сырттан қамыстың үлпек қолын сындырып әкелші. Жарайды көкем. Көке, құтқар! Ойбай, шақал тұрыды, ойбай! Азар, тоқса! Кеп, сәмен! Азар, тұрсын! Мен қорқар ештеңе қалған жоқ.